Сәлем достар, видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Бүгінгі тақырып электронды темекілер жайында айтатын боламын. Қазіргі заманда бір жағынан зиянды, бір жағынан пайдасы бар бір заттарды жиі кездестіруге болады. Солардың бірі электронды темекі. Көптің аузындағы мағлұматқа сенсек, ол темекі шегуді қоя алмай жүрген жандарға таптырмас зат. Сонымен қатар темекінің зиянсыз алмастыратын құрал ретінде сипатталады. Осы тұрғыдан алатын болсақ, электронды темекі мүлдем зиянсыз зат па? Электронды темекі құрамында никотин бар, дисперсиялық хош иістендірілген сұйықтықпен толтырылған құрал. Электронды темекі құрылымы мен өнімнің үлгісіне байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Оның шегу кезінде одан темекі түтіні ұқсас бу шығады. Ол ультрадыбысты тозаңдатқышқа сұйықтықпен бу генератордың жұмысына байланысты пайда болады. Электрондық темекі не береді? Бұл құрылғының зияны мен пайдасы жайында айтатын боламыз. Бұл құрылғыны жоғарыда аталған пайдалы қырларына қарамастан, оны адам ағзасына әсері оң деп тану қиын. Ғылымдар көптеген эксперимент мен зерттеулер жүргізіп, электронды сигаретті оның шегетін адамдар ғана емес, оның айналасындағыларға да денсаулығына зиянды екенін растайды. Темекі ішіндегі сұйықтықтар құрамында белгілі бір мөлшерде никотин бар. Ол тыныс алу жүйесінің тез енеді. Содан кейін ол қанға сіңіп, оның көмегімен бүкіл денеге таралады. Миға жеткен никотин бүкіл орталық жүйке жүйесін әсер етеді. Қайта қалау әдетке тудыратын және дененің барлық ішкі жүйелерін терісіне әсер етеді. Көптеген патологиялық дамуын қоздырады. Сонымен қатар негізгі мәселе темекі шегуге тәуелділік, оның психологиялық жағынан ғана емес, сонымен қатар физиологиялық тұрғыда тәуелділігін асқындырады. Электронды темекі тазартылған никотинмен және иісімен дәмі жағынан қоспалардың толтырылған, бірақ олар денсаулыққа кері әсер тигізбесе, жақсартпайтыны хақ. Электронды темекі зиянды ма әлде пайдалы ма деген сұраққа дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының біржақты жауап бере алмайды. Өйткені әртүрлі компаниялар құрылғылардың өзгерткіші жасайды. Дегенмен дәрігерлердің ұсыныстары бір күмәнді алмастырғыштардың пайдаланғаннан гөрі темекі шегуге тәуелділіктен толығымен құтылған жақсы дейді. Электронды темекінің пайдасы. Ғалымдардың айтуынша, электронды темекі кәдімгі темекіге қарағанда зияндылығы тұрғысынан аздау. Бұл әсер көміртегі тотығы, токсиндерінің, шайырдың және басқа да қосымша қоспаларының болмауына байланысты. Сонымен қатар кәдімгі темекі түтіні мен электронды темекі салыстырар болсақ, оның айналадағы жұтынушыларына да салыстырмалы түрде азырақ зиянды етеді екен. Электронды темекінің адам денсаулығына зияны. Никотиннің бірінші тыныс алудан кейін қанға енеді. Бұл ағзаға және психологиялық тәуелділікке көптеген жағымсыз салдар тудыратын қауіпті есірткі зат. Көбінесе ол жүрек қан тамыр жүйесін әсер етеді, склероз және басқа патологиялардың дамуын тудырады. Бүйрек және бүйрек шығару жүйесі де өкпені айтпағанда қатты зардап шегеді. Соңғы уақытта мектеп оқушылар арасында эльфа-бар деп аталатын бір реттік электронды темекілер жиі сатылуда. Темекі шегу барысында оның жартысы жанып кетеді. Жұтылатын түтіннің құрамында никотин, көміртек тұтығы, синил қышқылының бөліктері және басқа да сол сияқты химиялық заттар бар. Оның ішінде ең улысы никотин. Оның уы ағзаға еніп, әуелі тітіркендіріп, содан соң жүйке жүйесіне әсер етеді. Қан тамырларын тарылып, сілемейлі қабатты зақымдайды. Егер де никотин көп мөлшерге ағзаға енсе, дене тырысып, өлім кетуі мүмкін. Никотин ағзаға бірден емес, шамалы енеді. Сондықтан да шылым шегуші қатты уланбайды. Ол біртіндеп болады. Ас қорыту жүйесінің жүрек қан тамырлары ауруларының қатерлі ісіктері болуы мүмкін. Неғұрлым шылымды сапасы төмен болған сайын, соғұрлым оның құрамында никотин көп болады. Темекінің түтіндері өте улы зат, никотин бар. Шылым шеккен адам ауамен бірге темекіні де, түтінні де жұтады. Бұл түтіннің ішінде улы газ, шаң күйі болады. Шылымды күніне 20-сын тартқан адам 90 мг никотин жұтады. Темекі заңды түрде қолдануға болатын есірткі түрі. Темекінің жапырағында таннин, желім, шайыр, крахмал және алкоголиктер бар. Өсімдік. Темекі түтінінде 30 астам улы заттар бар. Никотин, көмір қышқыл газы, көміртегі тотығы, көгеретін қышқыл, аммиак, шайырлы зат, органикалық қышқылдар және басқалар. Темекінің ауаға жылына
720 мың тонна күкірт қышқылын, 384 мың тонна аммиак, 180 мың тонна никотин, 660 мың тонна темекі майы, 55 тонна иісті газ шығарады. Сигареттің 1-2 қорабына никотин өлімдік мөлшері бар. Темекішіліктен құтқаратын бұл мөлшері организмге бірден емес, бөлшектеп түседі. Шылым шегу зиян қызметі, оған күш салмай тастауға болмайды. Ол нағыз нашақорлық және оны көбі шыдап көңілдерін алмайтын аса қауіпті. Жыл сайын дүние жүзінде темекі шегудің салдарынан 4 миллион адам қайтыс болады екен. Бүгінде жер шарында 2 миллиард адам темекі шегетін көрінеді. Қазақстанда 5 миллионға жуық адам темекі шегеді екен. Оның басым бөлігі орта жастағы адамдар. Темекі шегу теріс салдарынан әкеп соғатын себептері тіл мен ерін сілекейлі қабаттарының зақымдануы, құрғақ жөтелдің болуы, ауыз қуысының жағымсыз иіс шығуы, ауыз қуысының инфекциялары, иіс сезу қабілетінің нашарлауы, бет-жүздің уақытынан бұрын әжім басуы, сонымен қатар тістерінің сарғаюы, қалыпты тыныс алудың бұзылуы, түрлі аурулардың ағзаға қарсы тұру қабілетінің төмендеуі. Темекі шегу денсаулыққа зиян, оны тастау өз қолыңызда. Ал достар, видео ұнаған болса лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар және темекіні көп шегетін досыңызға жіберіңіз.